Әке, күрең бие тағы қайтып кепті. Шөп қорада шың-шың еткізе шалғы шыңдап отырған Сембі қарияға 9 жасар Сәндібек жүгіріп жеткен. Жерден 7 қоян тапқандай мәз, мұрны делдиіп тұр. Әке! Отағасы шалғысын былай сырды да, рас айтып тұрсың ба, деді, тұруға ыңғайланып. Шын айтамын, әке. Қара шал сасқалақтап дегбірсізденгендей, орнынан тұра алмай жатқан әкесін Сәндібек қолтығынан сүйемелдеді. Қабырғалары ырсиған, арқасы жауыр кәрі бие басын бұрды. Үйренген дағдысымен есіне еркелеп тұмсығын созды. Қурағаным-ай, қайтейін. Анау-мынауға қайыспайтын қара шал күрең биенің жалынан сипап, мойнынан тарс құшақтады. Ләм-мим демей ұзақ тұрған. Мені кешір, деді бір кезде. Бір білместік өтті. Ақымақ басым, неге саттым екен? Обал сауапты ойламайтын оңбағандар түгіңді қалдырмапты-ау. Қолтамам едің. Кешір, кәрі қақсақалды. Еш қайда жібермеймін, ақшасын қайтарып берем. Сәндібек аң-таң. Жаңа байқады, әкесінің көзінде жас. Баланың құйтақандай жүрегі қатты дүрсілдей соқты. Ақпанның ақ бораны түтеп тұр. Оппа қарды омбылаған күрең бие болдыра бастаған ба? Арагідік дамыл-дамыл тоқтайды. Сәл өтпей есінің делбеді қаққанын күтпестен алға ұмтылады. Жылай-жылай діңкелеп шаршаған сәби қалғып кеткен. Кішкентай танауы пыс-пыс етеді. Күні бойы ысып жанып, қатты ауырған баласын құшақтаған ана арбада отыр. Ұйқы дұшпанға ерік берсе, қазір-ақ қисая кетпек. Бәтима, ояусың ба? Еңсерле артына бұрылған еркек не заматтан соң ояумын деген құмыға шыққан жауапты естіді. Жаңылмасам, Егіз Қызыл тауының етегінде келеміз. Алла қаласа, бірер сағат шамасында аягөзге де ат басын тірерміз. Үні шықпайды ғой Әлібек жанның. Тынышталған ба? Ұйықтап қалды. Боран екпіндей түскен. Отағасы мұндайда күрең биені қыстап қамшы үйірмейді. Делбені бос тастап еркіне жібереді. Бұл жолы да сөйтті. Бағыт-бағдарды қайда бет алғандарын жазбай танитын есті жануар қай кезде де жолда қалдырған емес. Өкпесіне суық тиіп, аяқ асты қатты ауырған Әлібек жанды емханасы дәрігері жоқ сонау шалғайдағы Шопан стауынан күн бата қалаға жеткізіп, аман-есен алып қалған әуелі Алла, сонан соң осы күрең бие деп отырады. Дәйім анасы Боранды сол бір қысты есіне түсіріп. Сол Әлібек қазір үлкен жігіт. Үйлі баранды, Семейде көз дәрігері, шынында күрең бие оң аяғын Ұлы Отан соғысында сыйлаған жарымжан шалдың қанаты, сенімді серігет. Өзі жуас, өзі мініс көтеретін қолтуыма бие қара күш иесі де. Биік, нығыз тиеліп, бастыртпай бастырылған бір арба шөпті мәу демейтін. Алтай қыстың қорегі, қолдағы малдың шөбін шөп машинаға жегіліп шабатында сонау көкжайықтан таситында бір өзі. 20 шақырым жердегі кеңшар отарлығы Қарағашқа да, одан әрігі қалаға да апарып әкелетін осы жасаған бие. Әкесінің әңгімесіне қарағанда, ызғарлы қыстың талай-талай қарлы боранында, қалың жаңбырдан да адастырмай діттеген жеріне жеткізгенде осы жануар. Үйелмеңдегі 8 балада өзі де әбден бауыр басқан 25 жыл серік болған күрең биені жазғытұрым етке өткізгенде қара шалдың өзі болатын. Күрең биенің бұл 3-ші рет қашып келу еді. Алғаш 2 келгенінде жылқышылар ертеңінде артынан іздеп қуып айдап кеткен. Онда бұл жолғыдай ыңыршаға айналған ашық арық, арқасы жауыр емес еді. Серіктестіктің малына күндіз-түні мінетін, тепеңдеп үстінен түспейтін шопандардың жаны аши ма? Өлмесе өміре қапсыңдер. Қашайын десе шідерлеулі, шағым айтайын десе тілі жоқ жануар арқасы ерден босаған бір сәтте ежелгі иесі қара шалға тартқан-ау жарықтық. Отағасы күрең биені күндіз қораға байлатып, оттыққа мол етіп көк шөп салды. Ат дорбамен күніне 3 мәрте жем берді. Жетелеп апарып өзеннің тұщы суынан асықпай суарды. Түнде үйден ұзатып шөбі шүйгін жерге арқандайды. Бірақ биенің оңалатын түрі байқалмайды. Ширап қоң алама десе, күн өткен сайын жүдеп арып бара жатқандай. Бір күні таңертең күрең бие арқандаған жерінде жоқ болып шықты. Үйдегі қара сирақтардың барлығы жабыла іздеп, бері іздеп, ары іздеп дал болды.
бесін ауа мықтының тауының етегінде қалың қарағайдың арасында өліп жатқан үстінен түсті. Қара шал көрші жылқыбай екеуі жер қазып сүйегін көмді. Күндіз-түнгі көп міністен, кәріліктен емес, қайға құсадан өлді, деді Сәндібектің әкесі мұңайып. Сол сөзді айтқанда жанарынан тарам-тарам жас ағып тұрған болатын.